яғни 1867-68 жылға дейінгі ер адам дүниеден озатын болса, оның қабірін кіндікке дейін қазатын болған. Әйел адам жаңағы қабірін қазатын болса, оны көкірекке дейін қазатын болған. Ол нені білдіреді? Яғни тамақтану мәдениетінде қазақтардың рационында 85% бұл ет өнімдері болғаннан кейін қазақтарда қатты ұйқы деген түсінік болған. Қатты ұйқы дегеніміз ғылыми тілмен айтқанда клинический смерть. Адам ұйықтап кетеді, 1-2 күнсіз, мысалы, ол кісі оянбауы мүмкін. Соны бақылау кезінде жаңағыдай 3 күн қонақ етеді, толығымен өлгеніне көзі жеткен жағдайда енді жерленеді ғой. Жерленген кезде де ер адамның шығып кетуіне қабірден шамалы болса да мүмкіндік болсын деп, оларды кіндікке дейін қазып жерлейтін болған. Ал әйел адамдардікі жаңағы көкірекке дейін, себебі әйел адам көбіне көп ондай клинический ұйқыларға кетсе де, онда ер адам сияқты ондай саны көп болмаған. Сөйтіп, біздің жерге татар башқұрт молдаларының келуіменен бұл тенденция, бұл көзқарас өзгеріп, енді адамды 2 метрге қазылып жерлейтін үрдіс қалыптасқан. Негізі оған дейінгі қазақтардың жерлеуінде осындай заңдылықтар жақсы сақталынып келген.